Siz қалай ойлайсыз Шерзат туралы, папа? Ойың қалай? Бұл енді бәрі қандай болған беді адам өлді. Адам өлді ма, сол адамдар жазасын алу керек. Болды, все. Оны бір бар, нау дейді, мынау дейді, оның қажеті жоқ. Оны әділ болса да, әділсіз болса да, сот шешеді оны. Жайқалық шешпейді оны. Бірақ жайқалық сенімсіздік танытуы мүмкін. Сенімсіздік қылып тастады ғой өздері. Екінші бауырын өлтіріп. Екі адамды өлтіріп бір үйден, үйін өртеу. Оны ашқан жоқ әлі бұлар. Жоқ, сол туралы не айтасыз, мысалы, сол әділеттілік бар. Одан соқты ненің ғой, тергеушілердің несі ғой. Тергеушілердің? Тергеушілер емес қой. Адвокаттар слабый деп ойлайсыз ба? Жоқ, адвокат қорғаушы ғой. Солар слабый емес па? Тергеуші слабый. Следовательдер слабый ма? Тергеушілер ғой анықтайтын. Кеше көрмейді ме? Көп қателік жіберіп жатыр. Мәштен қозғалтып қоймайды. Оның соңынан бәрі несін алуға, отпечаткасын алу керек, анасын алу керек. Сегодня я ела две. Мен ойлаймын да, мысалға адам өліп отыр, жаңағы Нұрғанат өлді, соны неге сразу келіп, мынандай не жасап тастамайды? Қоршап ше, и сол моментте ана жерге адамдар жүрді ме екен? Әрине. Оның мысалға жаңа отпечаток следовательдер қалады ғой? Бәрі қалады. Соны алу керек қойлар. Олар тергеушінің біліксіздігі дейді. Тергеушілердің ба? Мне кажется, сол адвокаттары да бір слабый сияқты ма? Жоқ, адвокаттар ертең сотта сөйлейді ғой, олардың бәрі сотта сөйлейді олар. Фишкаларын айтпайды ғой олар. Сотта, бірақ ол тергеушімен танысуға правасы бар. Кім? Қаржабай ма? Адвокат. Ну, иә. Қиын болды тек, папа? Бізде слабы ғой, милиция дегеннің бәрі әшейін сенімсіз болып кетті ғой халыққа. Бүгінгі депутаттық сауалым аты адам болғанмен әрекеті адамдықтан ада қаскөйлер хақында. Алыстан орағытпай турасын айтсам, жұрттың жағасын ұстатқан жағдай Алматы облысы Талғар ауданында болды. Қоғамды қамықтыратын сол. Соңғы уақытта жасөспірімдердің бір-бірін аяусыз соққыға жығуы, қорлауы, ең сорақысы арты өлімге апаратын қайғылы жайттар жиілеп кетті. Біздің қоғам қайда бара жатыр деген сұрақтың көпшіліктің көкейінде көлкіп тұруы заңдылық осындайда. Кеше ғана Талғарда болған жағдай есімізде екеу түсімізді төртеу қылды. Барысын бұқара жақсы білет. 3 адамды жабылып сабаған төбелескіш тексіздердің тентектігінен 16 жасар бала, бір әулеттің аймаңдай азаматы Шерзат көз жұмды. Әкесі мен бауыры соққыға жығылды. Баланың ажалына не себеп деген сұрақ туады. Сондағысы бір бөтелке алкоголь. Қазақ арақпен достастым дегенше адамгершілікпен қоштастым дейді. Ішкіштің өзі адамгершілігімен қоштасып қана қоймай, кінәсіз кісілердің өмірмен қоштасуына себеп болғаны қатты қапаландырады. Осындайда біздің қоғам қауіпсіз бе өзі? Заң кімнің жағында деген заңды сұрақ туады. Себебі Шерзаттың әкесі тергеудің туралап тұрғанын, аудандағы құзырлы орын өкілдердің істі созбаққа салып жатқанын, қылмыскерді қойып, баласынан айырылған отбасын түнде тергеуге шақырып алып, өктем сөйлегенін айтып, бейне үндеу жасады. Ел өре түрегелді. Артынша істі ішкі істер министрлігі өз бақылауына алды деген ақпарат тарады. Қоғамды қорқытатыны осы. Қылмыскерді жазалау үшін, әділдікке жету үшін бейне үндеу жасап, әр істі бір министрдің бақылауға алғанын күтіп отыру керек пе? Неге жергілікті жерде құқық қорғау орындары дереу істің ақ-қарасын анықтап, әділ тергеу өткізбейді? Мұндай жағдайда біз тек қана заң үстемдігіне иек артуымыз тиіс. Президенттің біздің елімізге заң үстемдігі және азаматтық тәртіп аса қажет дегенінде ескертейін. Оған қоса мемлекеттік деңгейде полиция мен құқық қорғау орындарына деген сенімділікті арттыратын нақты жұмыстарды іске асыру маңызды деп білемін. Оның негізгісі қылмыс орын алғанда құқық қорғау органдары бірден әділ әрекет етуі тиіс. Әйтпесе жапа шеккен отбасының мүшелері ашуға бой алдырып, қылмыскерді жазалауға өздері бекінуі мүмкін. Ішкі істер министрлігінің айтуы бойынша Шерзат марқұмның ісі осы айдың аяғына қаралып бітеді да елдерге таныстыру үшін беріледі. Қалай десеңіздер, мысалы, кім қалай кінәлі болды, кім табылды, кім табылмады деген сияқты нақты жауаптарды айтатын болады. Ал қазіргі уақытта өкінішке орай
тек қана Қаржаубай ағаның отбасына қарсы іс қозғалып жатыр. Қалай десеңіздер, Қаржаубай аға 15 күнге қамалды, Бақыт әпкеміз 15 күнге қамалды, Қаржаубай ағаның күйеу баласы 15 күнге қамалды, және Қаржаубай ағаның қарындасы Салтанатқа 74 мың теңге штраф салынды, және Бақыт әпкеміз елден қуылуы мүмкін, яғни депортация алуы мүмкін. Ал енді ар жақтан қарайтын болсақ, кінәлілер жағынан, бандиттер жағынан қарайтын болсақ, өлтіргендер айдай анық екен көрініп отыр, бірақ сотты соншалықты не үшін созғанын мына адвокаттар қарап отса, заңда жүрген адамдар қарап отса біледі не үшін созып жатқаны. Және де әлімге дейін тағы да қайталап айтамын, үйді өртеген адам, және басқа да даже элементарный Нұрғанаттың мәшинесін Қаржаубай аға келмей тұрып алып кеткен болатын, орнынан қозғаған болатын. Ал негізінде олар кәдімгідей мәшинені қозғамай, отпечатка палец алып, кәдімгідей барлығын істеу керек болатын, бірақ онда ештеңке істемеді. Осында алып қойайық адвокаттар миымызға. Өйткені бұл да сотта қатты көмек болатын шығар деп ойлаймыз, егер де сот шынымен де әділ қаралып жатқан болса, ал ол өте сирек. Шерзаттың әкесіне уголовное дело тігіліп жатыр екен, 15 сутка аздай. Менің ойымша бұл өте қатал жаза деп ойлаймын. Кішкене мейірімдірек болу керек, достар. Құрметті сот мырза. Баласын жоғалтты. Туған баласын. Енді өзіңізді сол адамның орнына қойып көріңізші, туған баласын өлтіріп кетті, пышақтап. Кейін туған інісін жоғалтты, свидетель, кстати. Енді кішігірім бір бұзақылық істеп еді, жарайды, жолды жауып пышақты өзіне қарай нетіп еді, бірақ енді 15 сутка беретіндей, ол адамға түрме емес, ол кісіге психолог керек. Психологпен отырып жұмыс істеу керек. Себебі ол состояние эффекта істелінген нәрсе, өзін өзі ұстай алмай ана жерде әпкесін тіпті обал. Әпкесін неге депортациялап жатыр? Әр қазағым, жалғызым, өзі қазақты жеткізе алмай, көбейте алмай жүрсек, сіздер ол қазақты қалай қай немен қуатсыздар, вообще түсінбеймін. Құрметті Тоқаев мырза, құрметті МВД-ның бастығы, құрметті бас прокурор республикамыздың, осы істі районный соттан шығарып, облыстық сотта қайта қарап, қайта үкім шығаруларыңызды сұраймын. Себебі бұл талғарға қазір тек қана мен емес, бүкіл Қазақстан үңіліп отыр қазір. Біз енді жаңа Қазақстан құрып отырмыз, слышащее государство дегендей. Қазір бүкіл Қазақстан жылап жатыр, шыны керек, жылап жатыр, зарлап жатыр. Ағаларымыз осы істі қайта қарап, Шерзаттың әкесін босатуыңызды сұраймын. Психологқа ол кісіні жіберуді сұраймын, және де әпкесін депортацияламай осы Қазақстанда қалдыруды сұраймын. Мейірімді болайық, кешірімді болайық. Ешкім ештеңке жарайды, боқтаған шығар, бірдеңе істеген шығар, бірақ ешкім одан зардап шеккен жоқ, ешкімнің қолы сынған жоқ, ешкім ештеңке болған жоқ. Бұл іске істі қайта қарауларыңызды сұраймын. Айқын Төлепберген. Рахмет.